біздің биік армандар жиып керемет қой шынында біреуді жүрсең сүйіп ғашық болу шын ғашық болу жаныңа жаны толы нұрға ғашық болу ол азық болу сүйгеніңе жолығуға аялай біл бағалай біл соны бұл ғаламда ғашық болу ашып беру жүрегіңді бір адамға. деген өте өзгеше ғой сезімінің суығында ешкім сезбесе ғой ғашық болдым махаббатқа мәңгі жаным құмар сағындырады жаныңды да білем енді сездім ғашықтық сезімді ғашық болғаннан соң жоғалтып алдым өзімді біле алмадым оған қалай жетем ғашық болу шынымен де нағыз бақыт екен. Аялай біл бағалай біл соны бұл ғаламда ғашық болу ашып беру жүрегіңді бір адамға. Достар, біз осы командамен алып қашуға барған болатынбыз. Үлкен рахмет жігіттерге, қыздарға. Тағы да басқа да жігіттер болды. Енді олар жұмыстармен кетіп қалды. Сатдәулет болды, Бекет болды. Тағы да жігіттер болу керек болған. Но тағым бар еді? Жарайды. В общем, солай, достар. Қазір осы соңғы постты салдық. Қосаяқта көрсеткен, Аллаға шүкір. Бізде барлығы жақсы. Өте қатты қуаныштымын. Қуанышым қойныма сыймай. Сүйген адам қасымда. Шым солай. Не дерімді білмей тұрмын. Қуаныштан. Бұйыртса, ертең бет ашар. Қайда? Не дедің? Айтшы. Деп сызылып. Қазір өтін бір жерге шығып кетсе қалай болады? Ау? Бір жерге барып кетсек. Сталды бол. Ассалаумағалейкум. Салам алейкум. Негізі мен ұстал деп ойлап жатып, өзі ұстап қалған. Қора десе. Мінезіміз келмейді. Соңғы видео. Если қинап жатса бүйтіп көрсетсең болады дейді. Инстаграмдағы соңғы видео. Этажға қарасың, бәрі бүйтіп тұр, бірақ шықпай. Қамылса бүйтіп тұр. Мен бүйтіп істегенмін ғой, короче. Өткенде балконнан маған бүйтіп кетті. Бауырым типа. Мен де сондаймын деп па?